2024 жыл Қазақстанның білім беру жүйесінің дамуы үшін маңызды жыл болды. Министрлік мектепке дейінгі білім беруден бастап, кәсіптік және техникалық білім беруге дейінгі барлық деңгейлерде білім сапасын арттыруға бағытталған стратегиялық мақсаттарды жүзеге асырып келеді. Еліміздегі 23 мыңнан аса білім мекемесінде 6 миллионға жуық баланы оқу мен тәрбиеге сусындатып жүрген 600 мыңнан астам педагогтың қызметі жоғары бағаланып, оларға қолдау көрсету мемлекеттің басым бағыттарының біріне айналды. Ұстаздық ұлағатты қызмет аса қадірлі мамандық. Нағыз ұстаз балаға үйретуден жалықпайтын ұстаз екені сөзсіз. Мұғалім жас ұрпақтың санасына білім нәрін құяды, жаманнан жиреніп, жақсыны үйренуге баулиды. Ұстаз болу өте жауапты әрі қастерлі міндет. Аягүл Миразова мен Алина Соловьевадан кейін 10 жылдан соң бірінші рет өткен жылы семейлік мұғалім Алма Шүкіжановаға Қазақстанның еңбек ері атағының берілуі педагогтер қауымына көрсетілген үлкен құрметтің тағы бір белгісі болды. Елімізде мұғалімнің орны қашанда төрде болу керек. Ғұмырын бала оқытуға арнаған ұлағатты ұстаздар қазірде ортамызда отыр. Гүлжанар Нұрпейісова 40 жылдан астам уақыт мектепте сабақ береді. Ол ширек ғасырдан бері мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуда. Эльмара Траисова 34 жылдан бері ұстаздық етіп келеді. Ұстаз ұлы иесім деп бекер айтылмаған. Ұстаздарымыздың еңбек жолы жас мамандарға үлгі өнеге. Мен оларға Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы шешім қабылдадым. Сонымен қатар 89 ұстазға 1000 айлық есептік көрсеткіш шамасында сыйақы тағайындалды. Оның ішінде Қазақстанның еңбек сіңірген ұстаздары мен үздік педагогтер бар. Мұғалімге жасалып жатқан жақсылықпен көрсетілген құрмет нәтижесінде осы мамандыққа түсуге ниет білдірушілер саны жылдан жылға артып келеді. Мысалы, былтыр алтын белгі алған 1500 оқушы ұстаз мамандығын таңдаса, биыл олардың саны 1800-ге жетті. Ал білім берудегі өзгерістердің 1000 көшбасшысы жобасы аясында тағы 376 педагог республикалық кадр резервіне қабылданды. Мемлекет білім беру инфрақұрылымын жақсартуға ерекше көңіл бөлуде. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша елде 260 мыңға жуық оқушы орны арналған 205 мектеп пайдалануға берілді. Оның ішінде инфрақұрылымды қолдау қорының есебінен 25 білім беру нысан салынды. Биылғы жылдың сүйінші жаңалығы мемлекет басшысының бастамасымен іске қосылған жайлы мектеп ұлттық жобасы. В нынешнюю динамичную эпоху перед системой образования встают новые задачи и вызовы. Знания очень быстро устаревают, кардинально меняется рынок труда, стремительно развиваются технологии, в том числе и искусственный интеллект. Поэтому так важно неуклонно повышать качество образования в стране, создавать условия для гармоничного и всестороннего развития детей. Государством для этого проводится большая системная работа. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в следующем году запланировано возведение 217 новых школ, в которых смогут обучаться свыше 460 тысяч детей. Это будут передовые учебные заведения, оснащенные по самым современным требованиям. Алғашқы жайлы мектептер биылғы жылы білім күнінде өз есігін айқара ашты. Күн санап өскен олардың санын бүгінгі таңда 53 мектепке жетті. Айта кетерлігі, жайлы мектептердің 44% ауылдық жерлерде орналасқан. Сол кішкентай ғана ауылда осындай бүгінгі керемет жайлы мектепке осындай жақсы жағдай жасаған. Мектеп құрылысының бұрын соңды болмаған қарқынмен салынуы білім беру ұйымдарында орын тапшылығы мен 3 ауысымда оқу мәселесін едәуір азайтуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстанда 7964 мектеп балаларға білім беруде, оның ішінде 3000-ға жуығы бір ауысымда. Биыл 300-ге жуық мектеп күрделі жөндеуден өтті. Мектептер заманауи пәнді кабинеттермен жабдықталды. Оның ішінде химия, физика, биология, STEM зертханалары бар. Ауыл мектептерін жаңғырту жөніндегі 7 бағыт бойынша 4000-нан астам ауылдық мектеп модернизациядан өтті. Білім мекемелері толықтай қауіпсіздік құрылғыларымен жабдықталды. Балабақшаларда мұқтаж отбасыларынан 100 мың бүлдіршін, мектептерде 1.700.000 бастауыш сынып оқушылары тегін ыстық тамақпен қамтылды. Білім беру ұйымдарында цифрлық инфрақұрылымды дамытуға басымдық берілуде. Бүгінгі таңда Starlink спутниктік интернеті 1811 мектепте орнатылды, және ол мектептерде интернет жылдамдығын 3 есеге арттыруға ықпал етті.
Нәтижесінде мектептердегі интернет сапасы 19%-дан 90%-ға дейін артты. Наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей. Team Kazakhstan. Kazakhstan. Биылғы үлкен жетістігіміз халықаралық олимпиадаға қатысқан оқушылардың әрбір екіншісі жүлделі орынмен оралып, ел қоржынына 77 алтын медаль қосты. Халықаралық химия олимпиадасы мен робототехникадан ең беделді First Global Challenge бәсекесінде қазақстандықтар 190 қатысушы елдің арасынан оза шауып, қатарынан 3 жыл бірінші орын иеленді және 2 олимпиадада әлемнің 3 дүркін чемпионы атанды. Сонымен қатар, биологиядан оқушылар арасындағы ең беделді 35 жылдық тарихы бар IBO 2024 халықаралық олимпиадада тұңғыш рет Қазақстанның төрінде Астанада өтті. Ауыл балалар үшін үлкен мүмкіндіктерге жол ашқан ауыл мектептерінің республикалық пән олимпиадасы биыл екінші рет ұйымдастырылды. Бұл республикалық білім жарысына ауылдан қатысатын үміткерлердің арасынан жеңімпаздар санының 10 есе артуына ықпал етті. Былтыр қабылданған біртұтас тәрбие бағдарламасының мазмұны биыл әділетті Қазақстан, адал азамат, озық ойлы ұлт қағидаты шеңберінде қайта жаңартылды. Оған 77 нақты қадам енді. Бағдарлама аясында мектептерде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтар ашылды. Нәтижесінде ата-аналар педагогтермен бірлесіп, бала тәрбиесін күшейтуге атсалысты. Олардың мектепшілік іс-шараларға белсене қатысуы бір жылдың ішінде 40%-дан 60%-ға өсті. Балалардың білімі мен құқықтарын қорғау бойынша 3 ауқымды заң мен 14 нормативті құқықтық акт қабылданды. Еліміздің барлық аймақтарында балаларға психологиялық қолдау көрсету орталықтар ашылып, білім беру ұйымдарында жеке қауіпсіздік сабақтары енгізілді. Осы жылдың басынан бастап еліміздің өңірлерінде 77,8 мың орынға арналған 641 мектепке дейінгі ұйым ашылды. Бұл кезекте тұрған 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 93,1%-ын мектепке дейінгі оқытумен және тәрбиемен қамтуға мүмкіндік берді. Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындарды бөлуде ашықтық пен айқындықты қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанның 4 қаласында пилоттық режимде ваучерлік қаржыландыру жүйесі енгізілді. Оны кейіннен бүкіл еліміз бойынша кеңейту жоспарлануда. Техникалық және кәсіптік білім беру саласына айрықша назар аударылуда. Президенттің тапсырмасы бойынша биыл мемлекеттік тапсырыс 145 мың орынға дейін ұлғайтылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12 мыңға артық. Студенттерді әлеуметтік қолдау мақсатында шәкіртақы 2 есе өсті. Тарихта тұңғыш рет ұлттық құрама Францияның Лион қаласында өткен 47-ші World Skills халықаралық чемпионатында 6 үздік медальон мен ұлт үздігі номинациясын иеленіп, айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Өңірлерде 160 стартап жоба іске қосылып, 104 колледждің материалдық техникалық базасы жаңартылды. 8 мыңға жуық білім беру бағдарламасы әзірленді. Алдағы уақытта 195 колледжді бейнелеу және ірілендіру жоспарланып отыр. Колледждерде кадрларды даярлау өңірлік экономиканы ескере отырып, 4 макро өңірдің ерекшеліктері негізінде жүзеге асырылады. Мен 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялаймын. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Сондай-ақ біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті сыйлы болу керек. Бұл біз ұсынып отырған адал азамат, адал еңбек, адал табыс қағидатына толық сай келеді.